Қазір көрсететін 7 жаттығу, оны сезініп жасау керек, әрбір жаттығуды. Бұл бір жағынан ең алдымен денсаулықтарыңызды түзеуге болады. Осы нүктелерге жаттығу жасау арқылы сезініп. Екіншіден медитацияға отырамыз. Медитацияға отыруға өте қолайлы болады, медитацияны әрі жеңіл болады. Бұны бір апта жасау мүмкін, бір апта мен бір ай арасында үйрену мүмкін. Әр жаттығуды 10 секундтан бастап 1 минутқа дейін жасаймыз. Сондай арақашықтықта 10 секундтан 1 минутқа дейін. Алғашқыда 1 минутқа тұрып қажеті жоқ деп ойлаймын. 10 секунд, 15 секундтан бастағандарыңыз абзал. Ең бастысы сезіну. 7 нүкте бар. Біздер құйымшақ, тақыл, кіндік, көкірек, маңдай, төбе. Және де артқы нүкте бар. Қарақұста соны көрсететін болады. Бірінші, өкшені қосамыз. Қолды деген қолды сәл артқаламыз. Осындай дәрежеде. Құйымшақпен тік шеттейміз, соны тартып тұрамыз 10 секундтай. Көзді жұму болады, немесе ашу болады. Ең басты сезіну. Егер әбден үйренген кезде көзді жұму 10 секундтан 1 минуттың арасы. Бұл бірінші. Құйымшақты сезінеміз, тартамыз. Екінші, тақыл. Кіндік пен көктің арасындағы нүкте көкқа шапқа барады.